Кумиді зәулім үйден қуып шыққаннан кейін, Бауджи дереу Радживті бұрынғы қалыңдығымен үйлендірмек болды. Раджив бастапқыда келіспеген еді, бірақ бұрынғысы оны алдап екеуі тек жалған некеге тұратынын, сол арқылы Куми қызғанып қайта оралатынын айтты. Раджив оған сеніп келісті. Куми жүрегі жаралы күйде үлкен жолдың ортасында отыра кетті. Өтіп жатқан көліктердің дабылы оны есін жиғызды. Мойнын ұстап қараса, алқасы жерге түсіп қалыпты. Ол еңкейе бергенде, алқаны өтіп бара жатқан көлік басып кетіп дөңгелегіне орап алды. Куми жүгіріп көлікті қуды. Ұзап бармай көлік тоқтады. Куми көліктің жанына отырып алқаны шешіп жатыр еді. Көліктегі әйелдің Миямен сөйлескенін естіді. Мия оған Кумиді қуып жібергенін, енді өзі Радживпен үйленетінін. Әйел сол мүмкіндікті пайдаланып зәулім үйге кіріп, Бауджи мен басқалардан кек ала алатынын айтты. Куми Бауджилерге қауіп төнгенін түсінді. Ол қызметші кейпіне еніп зәулім үйге кірді. Содан соң Мияның бөлмесіне барып, оның бетпердесін ашатын дәлел іздеді. Біреудің дауысын естігенде перде артында тығылып қалды. Мияның сыбайластарымен келесі жоспарды талқылағанның бәрін телефонына түсіріп алды. Үйлену рәсімі жартысына келгенде, Мияның адамдары әрекетке көшіп, қару кезеніп, Бауджилерді өлтірмек болды. Бірақ Аджи Мияны ұстап алды. Ал қалыңдық Куми болып шықты. Мия не болғанын түсінбей қалды. Раджив келіп оған шапалақ тартты. Куми түсірген видеоны оған көрсеткен еді. Сондықтан Раджив алдын ала сақтанған. Сырт жаққа да өз адамдарын қойған. Атыс басталып, Мия мен оның адамдары түгел ұсталды. Бірнеше полицей келіп қылмыскерлерді алып кететінін айтты. Бауджилер ештеңеден күдіктенбей, олар Кумиге қол салды. Бірақ көлік полицияға емес басқа жаққа жүрді. Бұл адамдарды Бауджидің өгей апайы жіберген еді. Ол Мияның енесі болатын. Мия қуанып, өзіне бостандық бергеніне алғыс айтуға барып құшақтай бергенде, өгей апайы оған 2 рет пышақ салды. Өйткені оның ұлы түрмеде өзіне қол салған еді. Мия да сәтсіз келін болғандықтан, оның өмір сүргені қажет емес деп санады. Раджив пен Куми араларындағы түсінбеушілікті шешіп, қайта табысты. Раджив оны бал айына апармақ болды, бірақ Бауджи бұған қарсы болды. Өгей апай оларға әлі де кек қайтаратынын, қазір үйден шықпау керек екенін айтты. Шын мәнінде ол Кумиге ұқсайтын немере пайда бола ма деп қорқатын. Бірақ Раджив шешімін өзгертпей, Куми екеуі жиналып есікке жақындағанда бір тас домалап келіп түсті. Тасқа оралған қағазда Бауджидің өгей апайының атынан жазылған ескерту болды. Бауджи оларға шыға алмайтынын айтты. Бірақ Раджив қағазға бір қарап, оның шетелден арнайы жасалған Бауджидің қаламмен жазылғанын таныды. Ол Бауджиге бұлай ойнамай-ақ қоюын айтты. Куми үйленгеннен бері бір күнде тыныштық көрмеді. Бұл оның алдындағы қарыз еді. Раджив көлікті жүргізіп кеткенде, ұзап бармай екеуінің басы айналып, тежегіш істемей қалды. Көлік жол жиегіндегі ағашқа соғылып тоқтады. Бауджидің өгей апайы көлікке қастық жасаған еді. Ол арттарынан жасырын еріп, көлік жарылғанда қуанып күлді. Раджив соңғы секундта көліктен шығып үлгерді. Бірақ Куми із-түзсіз болды. Кейін ол полицияға хабар берді. Дәрігер оның улы газды жұтып, есінен танғанын айтты. Куми есін жиғанда өзі орындыққа байланып тұрғанын көрді. Раджив сырттағы әйнектің ар жағында тұрып, өзін кінәлап жылап тұрды. Куми айқайламақ болды, бірақ дауысы шықпады. Беті бүркелген бір адам кіріп келіп аузындағы матаны шешті. Айқайламауын, бұл бөлменің дыбыс өткізбейтінін айтты. Ол адам Аджи еді. Кумидің Радживпен бал айына кететінін естігенде есінен айырылып, екеуінің көлігі ағашқа соққанын көргенде, дереу Кумиді көліктен көтеріп алып шыққан. Полиция оны іздеуді тоқтатқанша жасырып, кейін Куми екеуі қашып кетпек болған. Бауджи келіп оған шапалақ салып, Раджив пен Кумидің бал айына баруын тоқтат дегенмін, бірақ улы газбен ұлымды өлтір деген жоқпын деді. Аджи өзін олай жасамағанын, Кумидің өзі де көлікте отырғанын, оған зиян келтірмейтінін, тек ұйықтататын газ жібергенін айтты. Раджив пен Санджив Бауджидің өгей апайына барып Куми қайда екенін сұрады. Ол Раджив тірі қалғанына таңырқап, өзі тек Радживті жек көретінін, Кумиді неге ұстасын? Оған күмәнданғанша, ең алдымен жандарындағы адамдарға күмәнданғандарың дұрыс. Екеуі оның түріне қарап өтірік айтпай тұрғанын түсініп, ол жерден кетіп қалды. Куми байлаудан босап, ауа өткізгіш құбыр арқылы шығып кеткен еді. Бірақ бірнеше қадам жасағаны сол еді. Біреу оның басынан ұрып есінен тандырды. Аджи Куми үйде жоқ екенін көріп қатты абыржыды. Зәулім үйдің әр бұрышын тінтіп шықты, бірақ Куми табылмады. Бауджи мен өгей енесі болса қуанып жүр. Аджи Кумині кім алып кеткенін де түсіне алмады. Дәл осы сәтте Кумиді сатып жіберген еді. Ол жүк көлігінің артында құлыптаулы. Жақында оны алып кетпек. Өгей енесі Бауджиге туған күн кешін өткізіп берді. Радживтің шарапты көп ішіп мас болған кезі. Бауджи мен өгей енесі бірнеше адам бірге жүріп, кенеттен Куминың бейнесін көргендей болды. Кумині ұрған адам өгей енесі. Ағайы да оны көргенде тоқтатудың орнына бірге істеген. Екеуі де ойлаған істерінің ашылып қалуынан қорқып жүр. Олар қонақтардың маскаларын сыпырып қарап шықты, бірақ Куми табылмады. Сол себепті кешті ертерек аяқтауға мәжбүр болды. Сырт адамдар кете сала, Раджив бір рет Куми деп дауыстады. Сол кезде Куми есік жақтан шығып келді. Ол жүк көлігіне жабық кезде дәл сол сәтте өзін іздеп жүрген Раджив пен Сандживті көшеден көріп қалған. Ол Раджив деп айқайлады. Раджив пен Санджив дауысты естіп көлікті тоқтатып, адам сатушыларды ұрып құлатып, Куми мен басқа қыздарды құтқарып қалды. Ағайы мен өгей енесі болса Кумині ұрлап кеткен кінәні Бауджидің өгей апайына жабуға тырысты. Бауджи де соған сене кете жаздады. Бірақ Раджив өзінің куәгері бар екенін, шын кінәлінің кім екенін білетінін айтты. Санджив ауыл басшысын сүйреп әкелді. Раджив ауыл басшысына Кумині кімнің бұйрығымен алып кеткенін айтуын талап етті. Ауыл басшысы сөйлеп үлгермей жатып, ағайы мен өгей енесі бірден бірін-бірі сатып жіберді. Ағайы істегенін мойындады. Ол Кумині ешқашан жүрегімен қабылдамағанын, екі қызының Куми үшін жұртқа мазақ болғанын айтты. Қазірге дейін бірде-бір адам қыздарына құда түсуге келмегенін айтып ашуланды. Раджив пен ағайы қатты ұрысып қалды. Ағайы ашуланып зәулім үйден кетіп қалды. Аджи мен анасы да ұрысып қалды. Аджи анасына жоспарымды бұздым деп кіналады. Оған Кумидан басқа ештеңенің
керегі жоқ екенін айтты. Өгей енесі енді Кумиға қол көтерсе, екеуінің біреуі өлмей қоймайтынын ескертті. Куми болса ағайының қайта оралуы үшін немере қарындасына құда түсетін біреу табуды ұсынды. Көп ұзамай бай жігіт келіп құда түсті. Бауджи ештеңе тексерместен бірден келісім берді. Бірақ ол жігіт Бауджидің өгей апайының жіберген адамы болып шықты. Олар тойда Бауджидің отбасын өлтіріп тастауды жоспарлаған. Бірақ жоспарлары жүзеге аспай, Бауджидің өгей апайы ұсталды. Зәулім үйдегі қауіп жойылды. Немере қарындасы бұрыннан ұнатып жүрген жиен ағасына тұрмысқа шықты. Ағайы да зәулім үйге оралды. Раджив мен Куми бақытты өмір бастады. Бірақ Бауджи күн сайын ұсқынсыз немере келеді деп қорқып, әлі күнге дейін Кумині қабылдамады. Ол Кумиға білдіртпей көліктің тежеуішін қиып, Кумині дүкенге жұмсап, жол апатында өлсін деді. Куми дәл шыға бергенде Радживпен кездесті. Раджив те бір шаруамен шығайын деп тұрған. Раджив тежеуіші кесілген көлікті мініп кетті. Ал Куми мен жүргізуші басқа көлікпен шықты. Жолда келе жатқанда Раджив тежегіш істемей қалғанын байқап, көлік жардан құлап кетті. Куми қаралы хабарды ести сала оны іздеп жүгірді. Сүрініп тасқа ұрылып есінен танып қалды. Есін жиғанда зәулім үйде Радживтің жаназасы өтіп жатқан еді. Бауджи өзінің істеген ісі кері айналып, туған баласын өлтіргеніне ашуланып, Кумиді тұншықтырып өлтірмек болды. Бірақ апайы араша түсіп тоқтатты. Куми Радживтің өлгеніне сенбеді. Бір полиция қызметкері келіп, Раджив қоймада оны күтіп тұрғанын айтты. Ол дереу барып еді. Келген адам Аджи болып шықты. Аджи Кумиға үйленбек болып, оны күштеп ұстамақ болды. Куми жанкештілікпен қарсы шығып, Аджиді жаралап қашып кетті. Жолда бір әжейдің үйінің алдында есінен танып құлады. Есін жиғанда әжей оған сен бе, ішіңдегі бала да аман деді. Сол кезде ғана Куми өзінің жүкті екенін білді. Күйеуі жаңа ғана өлгенде жүкті екенін есту оны қатты күйзелтті. Ол бұл жаңалықты апайына айтты. Бірақ апайы Бауджиге айтпа деп ескертті. Бауджи бастаптан-ақ Куминың бала тууын қаламаған. Енді Раджив өлген соң ол Куминың баласын мүлде тірі қалдырмайды. Бірақ Бауджи есік сыртында мұның бәрін естіп тұрған еді. Ол кенеттен жұмсақ қалып көрсетіп, бұл жақсы хабар, неге маған айтпадың деп мейірімді кейіп танытты. Бүкіл үйді жинап тойлауға дайындалуды бұйырды. Куми Бауджи расымен өзгерді деп ойлады. Бірақ ол артына бұрылған сәтте шын бейнесіне қайта оралды. Ол Кумиға босануға көмектесін деп арнайы бір әйелді босандырушысын алып келді. Шын мәнінде ол әйелге Кумині түсік тастату бұйырылған еді. Босандырушы әйел Кумиға папайя шырынын дайындап беріп, балаға пайдалы деп алдады. Бірақ Куми ауылда өскендіктен жүкті әйелдерге папайя зиян екенін бірден иісінен танып, шырынды төгіп жіберді. Ол босандырушысын полицияға бермек болды. Бірақ Бауджи оның телефонын жырып алып, бүгін бұл шырынды міндетті түрде ішесің деп бұйырды. Босандырушыға тағы бір шыны дайындауды тапсырды. Ақыры Бауджи да шынын айтып, мен сенің балаңның дүниеге келгенін қаламаймын деді. Екеуі Кумиға күштеп ішкізбек болғанда, Санчив келіп стаканды сындырып жіберді. Ол ешкімге өз ағасының баласына зиян келтіруге жол бермейтінін айтты. Куми бұл жерден кеткісі келді. Раджив жоқта ол өз баласын қалай қорғайтынын білмеді. Апайы ойланып тұрып бір амал тапқанын айтты. Бауджи дәл сол кезде Кумині өлтіртетін адам іздеп телефон соғып тұрған. Бұрылып еді. Куми мен Санчив той киімімен тұр. Бауджи шошып телефонын түсіріп алды. Бұл не? Не істеп тұрсыңдар деп айқайлады. Апайы олар жаңа ғана ғибадатханада некелесіп келді. Енді Куминың баласы, Санчивтің баласы деді. Бауджи ашуға булығып Кумині атып тастамақ болды. Бірақ Санчив оның алдына тұрып, алдымен мені ат, соңғы ұлымнан да айырыл деді. Бауджи орындыққа құлап, ұятсыз әйел деп Кумиға боқтық айтты. Алдымен үлкен ұлымды өлтірдің. Енді кіші ұлымды арбап алдың. Ішіңдегі бала кімнен екені де белгісіз деп айқайлады. Куми шыдамы таусылып, мені балағаттауыңа болады. Бірақ Радживті қорлауға, ішімдегі балаға тіл тигізуге жол бермеймін. Ол мен және Радживтің таза махаббатынан туған бала деді. Санчив бұл бала енді менің балам, мен оны қандай жағдай болса да қорғаймын деді. Куми мен Санчив шын мәнінде ештеңе болмаған. Олар баланы қорғау үшін ғана жалған некеге тұрған еді. Куминың іші күннен күнге үлкейіп жатты. Ол Раджив әлі тірі екеніне сенуді тоқтатпады. Бір күні ғибадатханаға барып жалбарынып жүргенде кенет есінен танып қалды. Дәл сол сәтте бір ер адам оны құлап бара жатқанда қағып алды. Санчив пен апайы бұл адамды көріп қатты таңғалды. Ол Раджив еді. Куми есін жиып Радживті көргенде тілегі орындалғандай сезінді. Оның бетін ұстап жылап жіберді. Бірақ Раджив оларды танымады. Бауджи құшақтамақ болғанда Раджив оны итеріп тастады. Менің атым Раджив емес деді. Куми сене алмай оның қолынан ұстап қалды. Бірақ ол қолын тартып алды. Дәл осы кезде Бауджидің өгей апайы артынан келе қалып, балам сен не істеп жатырсың деді. Раджив ештеңе болған жоқ деп жауап берді. Бауджи мен басқалар не болып жатқанын түсінбей қалды. Раджив қалайша оның баласы болып шықты. Бауджи ашуланды. Мұның бәрі өгей апайының айласы екенін түсінді. Бірақ Раджив бұл әйелді қорғау үшін Бауджиді итеріп жіберіп, менің анама дөрекілік жасама деді. Куми оны оятқысы келді. Бірақ не айтса да пайда болмады. Куми, мен сенің әйеліңмін дегенде ол күліп жіберді. Сен айнаға қарап көрдің бе? Өзіңнің түріңді көрмейсің бе? Саған ұқсайтын әйелді кім алады деді. Ол орнына анам деп танып қана қоймай, Бауджидің отбасын өздеріне қастық жасаған адамдар деп миына сіңіріп алған. Бауджидің барлық байлығы өз отбасынан тартып алынған деп сендіреді. Ол Бауджиге бір апта уақыт берді. Бір аптадан кейін бүкіл мүлікті қайтармаса, өзі келіп тартып алатынын айтты. Көлік жардан құлаған кезде Раджив өлмеген еді. Оны Бауджидің өгей апайы алып кеткен. Көлікке басқа мәйіт қойғызып, Бауджи мен отбасын алдаған. Раджив есінен айырылсын деп дәрігерді сатып алып, оған электр емі жасатқан. Өзінің анасы, ал әйелі Мия деп миына құйып, кек алу ойын сіңірген. Осылайша Радживті өз отбасына қарсы қоймақ болған мінсіз жоспар жасаған.
Куми Радживтің есін оятудан бас тартпады. Ол екеуінің суреттерін алып келіп көрсетті. Бірақ Раджив оның бәрі қолдан жасалған деп айтты. Мен сені сияқты әйелмен қалайша үйленбекпін деді. Куми бұрынғы клоун киімін киіп көтеріңкішін сүйретіп дуалдан ішке кіріп кетті. Раджив оны көргенде көз алдына бір көрініс жарқ етті. Күмән пайда бола бастағанда Бауджидің өгей апайы екеуін бөліп жіберді. Ол Радживке Кумиді қуып шығуды бұйырды. Бұл Бауджидің айласы деді. Раджив Кумиді есікке қарай итеріп жіберді. Куми есіктің алдында ән айта бастады. Радживдің басы қатты ауырды. Бұл ән оған таныс еді. Өгей апайы Раджив бірдеңе есіне түсіре ме деп қорқып, оған дәрі беріп алдап ішкізді. Сосын шеге қайта шақырып, тағы да миын улады. Раджив қайтадан бұрынғы қалпына келді. Ол сот қағазын алып зәулім үйге келді. Бауджиден үйді қайтаруды талап етті. Бауджи шарасыз болды. Өз баласына қол көтере алмайды ғой. Куми Бауджидің өгей апайы мен дәрігердің сөйлескенін естіп қалды. Олар тағы да дәрі әкелуді сұрап жатты. Куми бұл дәрінің күмәнді екенін ойланып, есік алдында жіп керіп қойды. Өгей апай сол жерге сүрініп құлап, қолындағы дәрі жерге түсіп шашылды. Ол дәрігерге қайта қоңырау шалып, жаңа дәрі жіберуді бұйырды. Санджив дәрігер болып киініп келіп, оған тек дәрумен берді. Дәрі тоқтаған соң, Куми Радживке өткендегі барлық оқиғаларды айтып берді. Радживдің есі біртіндеп қалпына келе бастады. Ақыры кім екенін толық есіне түсірді. Бүкіл отбасы қуанды. Бірақ ол Кумиге маңдайына қызыл белгі жағып берейін деп жатқанда Бауджи тоқтатты. Куми енді сенің әйелің емес. Бұл рәсімді оның екінші күйеуі жасауы керек деді. Куми түсіндіріп үлгермей жатып, Бауджи, ол жесір болуға шыдамай, тез қайта күйеуге тиген деп айтты. Раджив те күмәндана бастады. Оның есі тек немере қарындасының үйленуіне дейін ғана қалпына келген еді. Ол кезде Куми екеуі некелерін толық атқармаған болатын. Ол Кумиге, бұл бала кімнен? Бір жылда күткің келмеді ме? Зәулім үйдің келіні атағын сақтау үшін істедің бе деді. Куми мұны күтпеген еді. Ол Радживті шексіз жақсы көрген. Оның жолында бәрінен бас тартқан. Раджив болса оны да баласын да қорлады. Кумидің жүрегі сынады. Ол ештеңе түсіндіргісі келмей, баласының атынан ант берді. Осыдан былай Радживтің өміріне қатысы болмайтынын айтты. Ол зәулім үйден кетіп, Радживті ұмытатынын жеткізді. Кейін ауылға қайтатын автобусқа жалғыз отырды. Бауджидің өгей апайы артынан ілесіп, автобус тоқтағанда бомба жарды. Бірақ Куми өлмей қалды. Оны жетіп келген өгей енесі ауруханаға жеткізді. Куми егіз қыз туды. Екі қыздың бірі қара, бірі ақ. Өгей апай медбикені сатып алып, Аққұба сәбиді ұрлап алып, оны бір әйелге берді. Ол әйел көптен бері жоғалып кеткен Хансини еді.